Балалардың денсаулығын жақсартуға байланысты заңға өзгеріс енгізуге ұсыныс дайындалуда. Осы мақсатта Халықаралық экология академиясының мамандары аймағымызға арнайы жұмыс сапарымен келіп, таза экология, балалар денсаулығы мен қауіпсіздігі тақырыбында жиын өткізді. Несін жасырайық, аралдың құрғаған ұлтанынан ұшқан тұз бен Байқоңырдан көкке көтерілген зымырандардан ыдыраған түрлі улы заттардың зардабы қоршаған ортаға залалын тигізуде. Экология мәселесі жыл өткен сайын өзекті бола түсуде. Сондықтан бұл ретте заңдық тұрғыда көмек қажет дейді Халықаралық экология академиясының президенті. Әрбір ракета ұшқан сайын бізде осы Қызылорда өңірі, мен туған мысалға Жамбыл өңірі, Қарағанды өңірі бәрінде жел, ойран, топан шығып, мысалға табиғаты бұзылып, талай бізге миллиардтаған зиян келтіріп отыр. Мысалға сол сияқты, мысалға протонға қатысты болған кезде ол ракетаны тыйым салу, біз өзіміздің одан бізге табиғатқа, адамға келетін зиян өлшеп, оны мөлшерлеп, біздің алып отқан пайдамыздан көрі, мынау басымызға түсіп отқан зияндықтың көп екендігін дәлелдеп, соны билікке жеткізу. Халықтың саулығы ата заңымыз бойынша мемлекеттің басты байлығы. Олай болса бар проблеманы жоқ деп көз жұмуға болмайды. Мәліметтеріміз бойынша осы арал өңірінің балаларының денсаулықтары нашар. Олардың көбінде мысалы іш құрылысы, тері, көбінде тұздың адам терісіне, адам ағзасына әсері сондай байқалады. Ол енді зерттелген дүние, сондықтан сондай әсері бар. Арал мен Байқоңырды бұлай қойғанда жер қойнауын пайдаланушыларда атмосфераны ластаушылар қатарында. Шелде орналасқан күкірт қышқылын тасымалдаумен айналысатын серіктестіктің химиялық реагенттер сақтау қоймасын санитарлық қорғау аумағынан адам ағзасына зиян келетін реагенттердің шектен жоғары көрсеткіштері анықталды. Қылмыс кодексінің 325 бабы 1 бөлігімен іс тіркелді. Тергеу амалдары жүргізілуде. Облысымызда демографиялық өсім жоғары. Статистикалық мәлімет бойынша бала өлімі жыл өткен сайын азайып отыр. Дегенмен бұл көрсеткіш бойынша көңіл демдеуге әлі ерте. Основными причинами детской смертности являются балалардың қайтыс болуының негізгі себептері тыныс алу, инфекция, паразитті аурулар және жүрек. Статистикалық көрсеткіш жыл өткен сайын жақсарып келе жатқанымен бізге қуануға ерте. Өйткені өзге өңірлермен салыстырғанда алда тұрмыз. Сондықтан бұл бағыттағы жұмыстарды күшейту қажет. Халықаралық экология академиясының мамандары басқосу барысында айтылған әрбір ұсыныс пен пікірлерді топтастырып, қыркүйек айында заңға өзгеріс енгізуді қарастыруды парламент депутаттарына ұсынады. Тажмұрат Әлжанов, Бауыржан Қожамұрат, Қанат Махамбетов, Қазақстан Қызылорда телеарнасы.